Жұмабек Байрақбайұлы, сізге ұсыныс бізде. Мына Шоқпартау ауылының тұрғындарына біз мына жерде жарып, мына жаққа су жіберем дегенге келіспейміз. Бүкіл халық жиналып тұр, күтіп тұрмыз. Түнімен тұрамыз, күнімен тұрамыз. Мына жақтан суды жібергенде ешқандай эффекті болмайды. Осы я Шоқпартау мүмкін, я кейін қайта қояды су. Біз осы жерде тұрғанымыз. Жасымыз 75-те. Қарым қатынас керек, халық. Қалада тамақ әкелу керек, ауыратын бала бар, босанатын келін бар деген. Ал біз соған қарсымыз. Жолды бұзуға қарсымыз. Енді мынау Шоқпартау тұрғындарының атынан үндеу жариялап жатыр. Бұл енді сіздер бұзамыз деп әңгіме айтқан екенсіздер. Бұны бұзғанда ешқандай негіз жоқ. Бұны бұзуға. Мынау мына жерде келіп тұрған тұйық су, тек қана тұйық. Ешқандай несі жоқ. Мына жерде екі тұрбасымен, ар жағында ана тайгеткен тұсында тағы екі тұрба мостысымен солай кетіп атқан жай. Мына жерде бұзғанда ол баратта мына алдымыз төбе. Ол да баратта айналады да ана жерден тек қана бір тұрбамен шығып ары қарай Атырауға бетке қарай шығады. Ар жағына айналып келеді, ол Қазақстан бетіне барып ауылдың ішіне қарай кіреді. Оны бұзғаны ешқандай негізі жоқ оның. Онда негізі жоқ ешқандай. Ол бізде оларына мынаны бұзғаннан ешқандай алып келер, мына құлсарын суға төмен түседі деген ешқандай пайда болмайды оларға. Оны ар жағында су толып тұр ол. Құдай табиғаттың ісі шығар енді. Алла көмегін берер. Еліміз тыныш болсын деп. Сондай енді ауылдың тұрғындары атынан, сосын ауру адамдарымыз бар. Сырқаттарымыз бар, оларды қалай жеткіземіз елге? Оған кім жауап береді? Қалай нетеміз? Осымен күні-түні, әлеугіден бері басталғаннан бері, осы ауыл халқы түнімен жұмыс жасап жатыр осыны. Олардың еңбегі қайда? Соған біздер қарсымыз. Бүгін 2024 жылы 6 сәуір сағат 2:30 Атырау облысы Құлсары қаласында орын алған су басында Бейнеу ауданына эвакуацияланған халық саны қазір 5000-ға жуықтады. Олардың 199-ы Оранқұл ауылындағы 3 эвакуациялық қабылдау пунктіне, 177-сі шайхана кемпингтерге, мекеме кәсіпорындардың жатақханаларында орналастырылды. Олардың ішінде 98-і балалар. Құлсары қаласынан Бейнеу ауданына халықтың эвакуациялануы әлі де жалғасуда. Бейнеу ауданында әлі де халықты қабылдауға 22 эвакуациялық қабылдау пункті, мекеме кәсіпорындардың жатақханалары мен шайхана кемпингтері дайын тұр. Жұмыстар жалғасуда.